Сәлем гүлсүйер қауым. Бүгін мен геранды қайда жақсы өседі, қандай жерде өзін жақсы сезіну керек, соны түсіріп айтып өткім кеп тұр. Мұны мен геран базардан, 2-3 штук геран базардан сатып алып әкеп, далаға қондырдым мұны. Ана біреудің тамыры жоқ, ол ештеңе етпейді. Топыраққа егіп қойсаңыздар, ол өзі тамырлайды геран. Герандар негізі далада өте жақсы өседі жазды күні. Горшоктан гөрі кәдімгі жер топыраққа ексеңіздер өте жақсы өседі және тоқтаусыз гүлдейді. Міне мен егіп жатырмын. Мұнда мен витамин де ештеңе салмадым астына, тек қана геранның өзін егіп жатырмын. Мынау өзімдегі геран. Горшокта осылай ғана өсті, 1 жыл болып тұрғанына. Дым өспейді, не гүлдемейді. Жапырақтары да бір түрлі болып тұратын. Енді жазды күні қалай өсетінін сіздерге тағы да түсіріп өтемін. Міне қыздар, еккен гераным осылай. Өзін өте жақсы сезінуде. Байқасаңыздар, жапырақтарын қанық жасыл түсте, өте әдемі. Мына менің петунияларым, өзім дәннен еккен петуниялар. Жан-жағына егіп қойдым. Міне гүлдеп, уже әдемі жапырақтар шығарып, және де жан-жағынан бутондар шығарып, әдемі тұр. Міне екінші гераным. Мынау да петуния, бұл дәннен еккен. Жаңа өзім айтқан үйдегі гүлім әдемі өсіп тұр. Мына бутондап жатыр, мына гүлім. Жапырақтары керемет, қанық жасыл түсте. Арасынан бутондар шығып тұр, әне. Тағы да гүлдеп, мені қуантпақшы. Өте әдемі, керемет. Сіздер де далаға, таза ауаға егіп көріңіздер, өте әдемі болады.